4 сынып қазақ тілі 85 сабақ. Құстар туралы не білемін? Тәуелді зат есімдердің септелуі. Бірінші тапсырма. Тыңда. Тыңдау барысында мәтіннің негізгі тұстарын тірек сөздермен белгіле. Қарлығаш, ұя жасаудың шебері. Олар ұясын сазбақшылықтан өріп жасайды. Ұясын жартастың қуыстарына, су жағасындағы жарларға, үйлердің бұрыштарына салады. Үйлердің іші сыртына салынған ұяларды қазақтар бұзбайды. Оны ырымдап жақсылыққа, жайлылыққа байлайды. Ұясы бұзылмай тұрса, қарлығыштар келесі жылда келіп, сол ұяға мекендейді. Берілген тірек сөздер арқылы мәтін мазмұнын бір-біріңе айтып беріңдер. Бұл жерде мәтіннің мазмұны қарлығаш туралы айтылған. Яғни қарлығаш ұя жасаудың шебері. Олар ұясын сазбалшықтан өріп жасайды. Ұясын жартастың қуыстарына, су жағасында жарларға, үйлердің бұрыштарына салады. Яғни бұл жерде мәтін қарлығаш туралы. Тірек сөздер қатарын толықтырып, мен адамның досымын деген тақырыпқа монолог құрап жазыңдар. Тірек сөздер. Мен тұмсығы қысқа, қанаты ұзын, айыр, құйрықты, құс, ұшып жүріп ұстау адамның досы, жанашыры. Осы сөздерді қатыстырып монолог құрамыз. Мен адамның досымын тақырыбында тірек сөздермен монолог. Мен тұмсығы қысқа, қанаты ұзын, айыр құйрықты қыран құсымын. Адамның досымын. Оларға көмектесіп, әрдайым қолдау көрсетемін. Ұшып жүріп, жоғарыдан бәрін көремін. Бірақ менің көзіме тек адамдардың арманы мен мақсаттары көрінеді. Ұшып жүріп ұстау маған қиын емес. Себебі менің қанатым кең, өзімді еркін сезінемін. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздердің тәуелді зат есім екенін дәлелдеп көр. Ұясын, қарлығаштың ұясын, құстарына, жартастың құстарына, бұрыштарына, үйлеріңнің бұрыштарына, ұясы, қарлығаштың ұясы. Бұл жерде тәуелді зат есім болып тұр. Екінші тапсырма. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Қарлығаш төбеде қонақтап отыр. Ол ұясын үйдің төбесіне салады. Жұмыртқаны тоңазытқышқа сақтайды. Көкек жұмыртқасын кез келген торғайдың ұясына тастап кетеді. Балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі. Торғай ұясында қонақтап отыр. Бұл жерде осы төбеде деген сөзді септікке алсақ болады, септеп алсақ болады. Мысалы төбеде жатыс септік. Төбе не зат есім, төбеде неде. Төбесіне бар септік. Төбе не, төбесі несі. Төбесіне қайда. Жұмыртқаны табыс септік. Жұмыртқа не, зат есім. Жұмыртқаны нені. Төбе. Төбеде жатыс септік. Төбе не, зат есім. Төбеде неде. Төбесіне бар септік. Төбе не, төбесі несі. Төбесіне қайда. Жұмыртқаны табыс септік. Жұмыртқаны не, зат есім. Жұмыртқаны нені. Жұмыртқасын табыс септік. Жұмыртқасын несін нені. Ұяда жатыс септік. Ұя не, ұяда неде. Ұясында жатыс септік. Ұя не, ұясын. Тәуелді ұясында неде. Тәуелді зат есімдердің септелуіне ерекшеліктер болады. Бірінші және екінші жақ тәуелді зат есімдерге бар септік жалғаулары А, Е түрінде жалғанады. Төртінші тапсырма. Берілген сөздерді бар септігіне қойып жаз. Дәптеріме, ініме, әкеме, ұлыма, ағама, досыма. Осы сөздерді қастырып сөйлем құра. Бар септігін қолдана отырып қысқа сөйлемдер. Ініме барамын, дәптеріме жазамын, әкеме көмек көрсетемін, атама сәлем айтамын, ұлыма ойыншық аламын, досыма хат жазамын. Бұл жерде барыс септігін қолдана отырып сөйлем құрдық. Бесінші тапсырмада берілген сөздерді септе. Қанатты достар. Ілік септікте қанатты достардың, барыс септікте қанатты достарға, табыс септікте қанатты достарды, жатыс септікте қанатты достарды, шығыс септікте қанатты достардан, көмектес септікте қанатты достарды. Мен атау септікте қанатты достарым, ілік септікте қанатты достарымның, батыс септікте қанатты достарыма, табыс септікте қанатты достарымды, жатыс септікте қанатты достарымда, шығыс септікте қанатты достарымнан, көмектес септікте қанатты достарыммен. Сыныпта құстар біздің досымыз тақырыбына жарнама жазудан сайыс өтіп жатыр. Сен тілші ретінде әр топтан репортаж
ал он үшін төмендегі сұрақтарды толықтырып компьютер қолдан. Яғни бұл жерде жарнамада тақырып толық ашылған ба. Екіншісі, топтық жарнамасында құстарды қорғау мәселесі қарастырылған ба. Және де осы үшіншісінде топтық жарнамасы бірінші орынға лайық па. Төртінші, басқалардан бұл жарнаманың ерекшелігі неде? 5. Құстардың бәрі адамның досы ма? Алтыншы тапсырмада жұмбақты оқып шешуін тап. Күндіз төбеңе шығады, түнде шегеге шығады. Бұл жерде бөрік, яғни бас киім. Бар септігінде төбеңе тәуелді, ал шегеге тәуелсіз.